Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Бүгін балабақшамыздың арнайы мамандары, мен дефектолог Анель Мақсатқызы және де педагог-психолог Жақсылық Талшын сіздерге мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда дәстүрден тыс әдіс-тәсілдердің тиімділігін көрсетеміз. Суаймыз да. Енді ағаштың түсі қандай болып кетеді? Жасыл түсті аламыз. Сулаймыз да, қылқаламызды қоямыз. Мақталы таяқшамызды аламыз. Аламыз да, міне ағашымызға жапырақтар саламыз. Нүктелеймізбен осындай нүктелер жасаймыз. Жарайсыз. Бастан, біздің бүгінгі көктемгі ағашымыз дайын болды. Қазір біз шырту әдісі арқылы осындай суретті жасаймыз. Ол үшін және қағазымызды аламыз. Қалған қағазды қолымызбен жыртамыз. Ұсақ-ұсақ қып жыртуымыз керек. Балықтың үстін осы желіммен желімдейміз. Қағазымызды алып, желімнің үстіне жабыстырамыз. Міне біздің балығымыз дайын болды. Әсме, қарашы, ол адамның басының бейнесі. Қазір екеуміз бүгін шаштаразшы боламыз. Бұл адамның басының бейнесіне қазір біз өзіміз арнайы су бояқтар қолдана отыра түрлі түсті шаштарының бейнесін жасап берейік. Жасап көреміз бе? Ол үшін бізге түрлі түсті су бояқ қажет және де арнайы түтікше қажет екен. Қазір біз жұмысымызға кірісейік. Жасымен қылқаламды алайық. Өзің қалаған түсті қылқаламмен езіп ал. Қай түс саған ұнайды? Жақсылап сумен езіп аламыз. Одан кейін нүкте қоямыз. Қылқаламымызды қояттайық. Енді арнайы түтікшені алып, қойған су бояқтың үстінен мұрнымен демді алып, ауызбен дем шығарамыз. Біздің арнайы бірінші шашымыз пайда болды. Жасмен екеуміз бүгін көңілді шаштаразшы болдық. Жасмен, саған бүгінгі сурет бояғанымыз ұнады ма? Тамаша екенбіз. Жасмен, бүгін біз сенімен қазір саусақпен сурет салып көрейік. Бүгін біз әдеттегідей қылқаламызды қолданбаймыз. Оның орнына біз саусағымызды қолданамыз. Олай болса, қылқаламмен бірінші керекті су бояғымызды езіп алайық. Бізге ең бірінші қандай түс керек екен? Езіп алдық. Енді сұқ саусағымызды су бояққа матырамыз. Суреттің бетін саусақпен қоямыз. Бос орындарды саусақпен толтырамыз. Бізде балапан қандай түс екен? Сары. Олай болса, келесі сары түсті су бояқты езіп аламыз. Жасмен екеумізді саусақпен салған суретіміз дайын болды. Жұмыс ұнады ма саған, Жасмен? Тамаша.